Сәлем, қалайсыздар? Біз бүгін тағы жұмыстарымызбен шықтық. Мына жерде Светофор деген магазинге келіп тұрмыз. Сол жерде қыздарға раскраска көрсеттім. Біраздан бері раскраска алған жоқ. Кешегі Анүліктің алған қалпағы. Сары маман қалпағын киіп алдым, қара. Маған дұрыс келді. Үшеуміз бірдей қалпақ киіп алғанбыз, түстері әртүрлі. Үшеуміз үш қалпақты алып алғанбыз. Үлкен раскраска бар да, осы магазинде күшті. Новый поступление болды ма екен, күшті раскраскалар бар ма екен, соған келе жатырмыз. Бүгін бізде жел жоқ и күн жоқ. Күн де шықпай тұр, дала күшті болып тұр, бірақ қазір Аякөш сабаққа барады. Аякөш сабаққа барам дегенше бір магазинге кіріп шығу керек. Бұл осындай үлкен магазин іші. Ана жағында балаларға арналған раскраскалар, анау-мынаулар, ойыншықтар бар. Өзгеріп кетіпті ма? Біраздан бері кимегенбіз. Неше түрлі нәрсе бар осының ішінде. Іші өзгеріп кетіпті, бірақ біз раскраска таппай жүрік. Так, мынау қанша бағасы? Міне түркен бағаларын қараңыздар. Светофордың. Аякөш саған қатты керек, өзім кәнетит. Ана жақта ыдыстар. Жоқ па не раскраскалар таба алмай отырық біз. Күтті куклалар. Қанша мысалына кукла? Кукла расплод пакете 64 штук, бағасы жазылмаған. Қазір мына жерге келіп Алихан жылайды ғой. Мынау не? Не? Алмазная мозаика. Но сендердің жасап отқан кешегі мозаикаларының үлкен ғой, по-моему. Ашқан. Үлкен екен. Бізге қажет жоқ, бірақ бұл. Бізге қажет жоқ. Орысса. Иә, осындай. Еще осындай. Мынау еще нағара. Мынау андай бояйтын сумка ғой. Нағара набор для раскрашивания дейді. Рюкзак набор. Мынау мне бағасы 492. Не істейді, ішіне бояйтын заттары бар ғой дейме? Көрдің ба нағара? Әштен анда бояйды екен. Ішінде бар шығар? Ішінде заттары бар шығар. Қана? Андай кішкентай екен ғой, фломастерлері. Раскраскамызды тауып алайық. Енді покрывалалардың неше түрлісі бар екен. Так, бағалары міне 3000 бірдеңе. Қашып түсіруге ыңғайлы екен. Бірақ несі жоқ екен. Қақпағы жоқ екен. Мынандайлар пісіреді дейді ішіне. Бұяқта раскраска жоқ өдім. Анаяқтан сұрайықшы, ерініп тұреді кассадан барып сұрауға. Бұл жақта неше түрлі семечки, сосын неше түрлі кукуруз. Мынандай. Біз алдын алып көргенбіз бір түрін. Жақсы болып шықты ғой. Кукурузын аламыз ба? Тәттісі бар ма екен? Тәттісі жоқ па? 500 грамм. Жарты килограмм ғой. Андай чипсылары неше түрлі. Ашымесын аламыз ба? Қайсысын аласыңдар? 359 теңге бағасы. Осындай Аякөштің бойымен бірдей. Бойымен бірдей. Үлкен кукуруз алып атыр, енді жет шығар. Біз кукуруз, раскраска таппадық. Сосын осындай де кукуруз алып шықтық. 559 теңге тұрады екен. Күшті екен шынымен де дәмі әдемі. 500 граммнан жазып. 500 грамм. Тәтті екен. Қытырлатып жеп отыруға. Аянан мектепке әкеп тастап жатырық. Енді қазір Анүлікке шоппинг. Аналарыңдар бояп жатыр ананы. Бар отады. Анүліктің мектебінде баратоларын бояп отыр. Папасы мен Алихан шаштарын қысқартуға етті. Біз Анүлік екеміз Анелияға кофта көруге келдік. Мынау кофта ма или пижама ма? Андай күшті екен Алиханға. Қалың.
Андай сияқты бар ғой сенде, Анілік. Андай сияқты бар емес па сенде? О, ағара, күшті екен, е? Үшеуменді Аніліккеміз қазір киімдерді киіп, үстіне бір кофта істеп жатырық, двойка ма. Сосын ары қарай Анілік сабаққа барады. Ол да күшті екен, бірақ бізге капюшонсыз керек, е? Курткамен киюге ыңғайсыз, капюшонмен. Ағараңыздар, күшті, е? Бірақ аяқ ұшқа кішкентай екен шамалы. Сараванчик ше, кішкентай мына жерлері, ұзындықтары. Мынау да кішкентай 2-3 қыздара. Кішкентайлардың киімдері әдемі болады да. Мына көйлек ше аяқ ұшқа дұрыс келем екен. Мен Анілікке көруге келген екенмін, аяқ ұшқа барып кеттім. Кішкентайлардың киімдері күшті. Жемпір көш мына жерден өзіңе Анілік. Осындай киімдер таңдап беріп жатырмын. Трико күшті екен, үлкен болмаса қазір енді Анілікке. Өзің кіріп кеттің ғой. Иә. Анілік киініп жатыр. Киімдерін киіп көріп жатыр. Мен яқта пижамалар көріп кеттім. Үшін балдарға бәрі керек, бәрін алғым келеді. Үлкен екен. Әлиханға да өзімше пижама көргім келіп тұр. Күшті екен. Кофтың әдемі екен, саған үлкен екен бірақ, е? Үлкен де болып тұрған сияқты ма? Мынау камерадан көрініп тұрған жоқ, жаңа цветі бойынша күшті екен трикосының. Как будто екеуі пары сияқты болып қалды. Бірақ Анілік алғысы еп тұрған жоқ, ондай трико. Маған кала-кала шалбар алыш деп тұр. Яқтан таба алсақ. Қысқа күшті да, просто бос тұратыналар. Е? Біле не хочешь? Білмейм енді. Өзің қараш. Шалбар көресің бе? Иә. Кала-кала шалбар. Трикода әдемі бірақ. Осындай күшті шалбар таңдап алып жатыр Анілік. Қаға кеттіңіз, былай қарай жүр. Неқта ужас стена бұл. Кала-кала джинсы шалбар осындай әдемі болып тұрады екен айшықтар ше. Жаңа триконың орнына осындай шалбар алам деп тұр. Бір күшті екен бірақ шалбар. Үстіне күшті рубашкалар алса, е? Анілік деген шаршады уже аралап. Біз осындай кофта алып жатырық еще. Күшті екен кофтың ше, жағасы үлкен. Мынаяқтан енді әлі Алиханға көру керек. Нағыз уже шаршай отыр, мен де шаршай отырмын, бірақ киім алу да оңай емес. Бірақ күшті шалбармен күшті кофта алып алды. Қазір әлі сабаққа барасың, сен шаршама. Цветі күшті екен. Әдем қалпақ екен, бірақ құлағы жаппайды екен. Қыста құлағы ашық тұрады екен. Киімдерді алып алып әлі жүрік. Күшті тұрады екен, еще шашты екі жаққа өріп қойған кезде әдем тұратын қалпақ екен. Бірақ құлағын тонады мына қалпақпен, қызым. Біз Аніліктің киімін алып алып, енді аяқ ұшты күтіп отырмыз. Анілік мектебіне кіріп, осындай самса алып шықты, 5 самса. Мектептің самсасы күшті, е? Бұрында қатырбада жеп көрген ғой. Бұрын мен қыздарға үйретіп жүрген кезде алып жеп көрген ғой, содан кейін ұнап қалды маған. Осыны қазір жеп аламыз. Аяқ ұш шыққасын Анілікті мектепке тастаймыз да, сосын аяқ ұшқа киім алуға барамыз. Кофта ма, спортивка ма, двойка ма, оғанда бір теңге алу керек. Қалпағын қайсықтыр. Алиханды жеп отыр. Ал Алихан шашын қысқартып алды, осындай аяй болып. Аяқ ұшты мектептен алдық. Қарасаңыздар. Кеше бокстан шығып еді ғой. Подачный осындай кошелек сияқты ма, тиын салғыш. Соның ішіне осындай шоколадын салып алыпты. Шоколадный печеньесін, балық печеньені салып алыпты. Молодец. Бүлдірмесін деп, е? Бүлінбесін деп. Молодец, ей. Негізі оның ішіне тиын салатын еді ол. Мен пішінай салып алам десе. Қағаз салыншы. Аяқ ұшпен жүрсеңші, жүгіртеді де жүреді бар ғой. Аяқ ұш екеуміз бір магазинге келе жатырмыз. Ішіне киім көрекші деп аяқ ұшқа.
достар өтіп баратыр еді, осы маған отыр дейді. Италасы достардан. Сабақтан дейді. Аякуштан мода қарсы алыңыздар десе, в общем, кофта киіп көріп жатыр Аякуш. Міне бірінші кофтасы. Міне екінші кофтасы. Жүр. Не екінші кофтасы, үшінші кофтасы. Кәні маған қараш, шашың түсір. Мектеп түсім Микки Маус'a баттық Микки. Мынау енді төртіншісі. Мынау күшті кеңдеу тұрады. Таңдай енді. Кемтері. Мынау? Таңдай алмай тұрық. Біреуін алайық. Бір кофта алайық пока. Қайсысы, сіздерге қайсысы ұнады? Қой өйтіп жаңда анамаймыз. Мен уже үйге кеп, балдарын шай тамағын беріп, кір жуып жатырмын. 3 рет жуатын кірім бар екен, солардың барлығын жуып жатырмын. Ертең қолым босамайды, ертең қыздарды анеха қыдыртуым керек, анеха мынеха апаруым керек. Сол үшін бүгін жуып қойып жатырмын. Мына жақта Аякуш сұлу болып жүр, үйде көйлегін киіп, боянып, мынаның бәрін бүлдіріп. Қыздар үшін бірдеңе жасап жатыр. Білмеймін, не жасап жатқандарын, не істеп жатқандарын. Достар, өштен біз видеоны аяқтаймыз. Бізге тіркелі лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока.